Selim balapandarım, canım kuşakandarım. Tamaşalap Kokoşben Pikoş'tun kuanışların. Kollarımdı kıygerip, kuşağımdı kepkerip, yıkırıp oynayman, oyunga hiç duymayman. Gel balalar oynayık, çıkarıp kovalasayık, kulap kalsak жыламай, oyundu жалғастырайық. Сәлем балалар! Қош келдіңдер! Ай мен күн. Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп, бірімен бірі үнемі ұрсысып, жиі жанталасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға тиісіп, сенен мен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ұзақсып әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастығынан қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне бірі көрінбейді. Кішкентай тас пен құмырсқа. Ол ұшы қиыры көрінбей, көкжиекпен ұштасқан алып теңіздің жағасындағы кішкене ғана тас бөлшегі еді. Балалармен ойнағанды қатты ұнататын. Әсіресе осы кішкентай достары оны теңізге лақтырып ойнаған кезде қалай қуанатынын білсеңдер ғой. Оған күні бойы самсыған күн астында жату оңай емес әрине. Теңізге шүлп етіп түсумен денесін әсем бір салқындық қаптап, жылдамдатып су түбіне шөгеді. Керемет көңіл күйге бөленіп, балық және шаяндармен ойнап, көңіл сергітетін. Бірақ көп ұзамай қайта теңіз жағасы мен балаларды сағына бастайды. Толқындардың көтеріліп, қайта жағаға алып шығуын күтуден басқа амалы жоқ болатын. Негізінде оның балалардан басқа жақындары жоқ еді. Мыңдаған жыл бұрын таудан опырылып, ірілі ұсақ достарымен жағаға домалап түскен болатын. Әу баста үлкен тау болып, кейін ұсақталып, кішкентай тас бөлшегіне айналғанына қатты ренжитін. Бірақ одан да жаманы, уақыт өткен сайын айналасындағы тастардың да мүжіліп, майдалануы еді. Өзінде де
өзгерістер пайда болғанын байқады. Әуелде жұдырықтай қыңыр қисық тас еді. Ал қазір бұрыштары домаланып тегістелген. Бұрынғыдан әлде қайда әдемірек көрінетін болды. Бірақ әйтсе де қуанар емес, өйткені қатты жүдеп кеткен еді. Осылай жалғаса беретін болса, мен түбегейлі жойылып кетемін деп уайымдайтын. Бұл жағдайына қайғыратыны соншалық айналасындағыларға мұңын шаға бастады. Оның бұл шағымын естіген құмырсқалардың бірі, ренжіген нәрсесіне қара, кім айтты жойылып кетесің деп. Керісінше барлығы сені бұрынғыдан да қатты жақсы көретін болады, дейді. Кішкентай тас бұған сенбейді. Мен олай ойламаймын. Балалар мені көре алмаса, қалайша жақсы көреді, дейді жылаған дауыспен. Құмырсқа, сен қалай көре алмайды? Әрине көреді. Тек атың ғана өзгереді. Атың өзгереді деймісің? Кім өзгертеді атымды? Жаңа атым қандай болады? Кішірейіп, соңында тозаңдай болып майдаланасың. Сенен бұрын өткен достарың сияқты, сенің де атың топырақ болады. Кейін сені тек балалар ғана емес, барлығы жақсы көретін болады. Өйткені бүкіл жанды заттардың өмір сүруіне көмекші боласың. Топырақ дейсің бе? Жаман ат емес сияқты. Бірақ сонда да бір түсінбегенім, басқалардың өмір сүруіне қалай көмектесемін? Құмырсқа күліп, топырақтың қадірі, құндылығы соншалық, оның пайдаларын санаумен бітіре алмаймыз. Мысалы, бүкіл жануарлар мен адамдардың тамақтары, жемістері топырақта жетіледі. Сондай-ақ майда құрт-құмырсқалар ұяларын топырақтың астына салады. Топырақ арқылы қорғанып, жайбарақат азықтанады. Кішкентай тас бұдан былай жаңа достар табатынына көз жеткізіп, және оларға пайдалы болатынына қатты қуанып, ішіндегі қайғыдан құтылады. Ұзақ уақыттар өтіп, ұсақталып, өзі сияқты майда топырақтар арасына еніп, араласып кетеді. Бұдан былай оның шағымын ешкім естімейтін болды. Гүл. Баяғы өткен заманда бір гүл өмір сүріпті. Гүлдің басқа достары болмапты. Бір күні күн бұлттанып, жаңбыр жауа бастайды. Гүл жаңбырдан қаша алмайды. Жаңбыр жауып басылған соң, күн қайта ашылады. Кейін гүлдің көңілі көтеріліп, қуанады. Ол әртүрлі қимыл жасап, билейді. Бір кезде оның басындағы тұқымы жерге себіледі. Гүл оны байқамайды. Гүл тағы да менің достарым жоқ деп мұңайып жылай бастайды. Қарап тұрған күннің көзі жабылып,
тағы да жаңбыр жауады. Жаңбырдан соң гүл жан-жағына қараса, кішкентай гүлдердің шыға бастағанын көреді. Гүл, енді менің достарым көбейді, алақай деп қуанады. Содан бері әртүрлі гүлдер жерге шыға бастапты. Балалар, ойынымыз сендерге ұнап жатыр ма? Тамаша! Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесіде кездескенше.